Күн достар, бүгін сіздерге аяқтың ісуі туралы айтып кететін боламын. Менің каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін көріп, лайк баса етіңіз. Аяқтың ісіну проблемасы кез келген жаста болуы мүмкін. Алайда бұл көбіне ересектерде кездесіп жатады. Адамдарда қан тамыр жүйесінің және бұлшық еттерінің бұзылуынан, сонымен қатар сусамырға шалдығуынан аяқтың ісінуі байқалады. Бұл проблема спортшыларда, аяққа көп тұрып жұмыс істейтін адамдарда көп кездеседі. Аяқтың ісіну себептері. Аяқтың ісіну мәселесі бір қатар себептерге байланысты. Жарақат немесе қандайда бір сүйектің сынуы немесе жарылуы, артық салмақ, кәрілік, жүктілік, көп мөлшерде тұз немесе алкоголь тұтыну, етеккір келуден, бір қалыпта ұзақ уақыт бойы отыру не тұру, ұйқы без аурулары, аяқта инфекцияның бар болуы, варикоз, асқа жарымау, аллергиялық реакция және көптеген кезеңдерді айтуға болады. Егер сіз тұрақты түрде аяқтың ісінуі мазаласа, болмаса дене қызуыңыз көтерілсе, жүкті болсаңыз, немесе іскен жерлері қызыл және жылы болса, міндетті түрде дәрігерге көрінген жөн. Егер сіздің аяғыңыздағы ісік ұзақ уақыт аяқта тұрғаннан немесе көп сұйықтық ішкеннен болса, жағдайды жақсартып, ісікті қайтаратын бірнеше тәсілмен танысыңыз. Аяқтың ісігін болдырмас үшін күніне 3-4 рет 10-15 минутқа дейін жүректің деңгейінен жоғары етіп көтеру керек. Өкшесі жоқ дұрыс аяқ киім киіңіз. Өкшесіз аяқ киім қан айналымды қалыпты күйде ұстайды. Нәтижесінде күні бойы сіздің аяқтың ісінуі мазаламайды. Тұзды пайдалануды шектеңіз. Әрине, одан толықтай бас тартудың қажеті жоқ. Тек қана шектеу ұсынылады. Тұз ағзада болуы тиіс, бірақ ісіктің орын алуына түрткі болмауы керек. Бір қалыпта ұзақ отырмаңыз. Егер жұмысыңызда ұзақ отыруға тура келетін болса, 1 сағат сайын аяғыңызды жазып алу үшін 5 минуттық үзіліс жариялаңыз. Жиі серуендеудің мамандардың айтуы бойынша қан айналымды жақсартып, бұлшық етті қатайтады екен, және аяқтың ісінуін қайтаратын көрінеді. Зығыр дәні бар тұнба. Зығыр дәні аяқтың ісігіне жақсы көмектесе алады. Ол үшін мынадай тұнба әзірлеген дұрыс. 2 ас қасық дәнге 1 литр ыстық су құйыңыз. Бұл қоспаны бір қайнатып алыңыз. Шамамен 20 минут суытып сүзіңіз. Тұнбаны әрі 2 сағат сайын жарты стаканнан ішіңіз. Бұл емді қабылдау ұзақтығы 14 күн. Теңіз тұзы қосылған ванна. Аяқтағы ісіктен арылу үшін теңіз тұзы қосылған ванна жақсы көмектеседі. Бұл үшін бөлме температурасындағы 3 литр суды алып, 1 ас қасық теңіз тұзын салып, аяғыңызды ваннаға 15 минут салып алыңыз. Аптасына кем дегенде 3 рет жасаңыз. 40 қабаттан жасалған компресс. Аяқтағы ісіктен арылуға мүмкіндік беретін ең ыңғайлы әрі қарапайым ем. 40 қабаттың бір жапырағын алып, оқтаумен мыжыңыз. Қатты жерін алып тастаңыз. Әрі қарай 40 қабатты аяғыңызға қойып, компрессті таңертеңге дейін ұстаңыз. Менің айтқан кеңестерім пайдалы болса, комментарий жазып, лайк баса кетіңіз.